Ассалаумағалейкум баршаңызға, YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомызда осы күнге дейін трейдингті оқып, белгілі бір уақытын арнап, барлық білімдерді біліп, бірақ ары қарай табысқа шыға алмай жүрген адамдардың не істеу керек, қандай проблемалары бар, соларды анықтап, ары қарай шешімдері жайлы толық ақпаратты осы видеода айтып кететін боламыз. Бірінші жалпы жаңағы тақырыбымызда айтылғандай, көбі трейдерлардың басым бөлігі барлық нарықты білет, анализ жасайды, нарықтың бағасын болжай алады, бірақ та табысқа шығудан қиналып қалып жатады. Бұл негізі бізде аналитик деген немен сәйкес келеді. Енді сол аналитиктен ары қарай трейдер болу үшін бізге нақты қандай проблемалар, кедергі болып тұрған нақты проблемаларды анықтауымыз керек. Ал біріншісі, ары қарай тақырыпқа өтетін болсақ, біріншісі білімнің жетіспеушілігінен. Білім жетіспеушілік енді ол жаңағы алғашқы болатын, алғашқы үшін ары қарай ең жеңіл қателіктерінің бірі деп айтуға болады. Бұл өйткені көп адамдар жаңағы білімді оқыдым, зерттедім деп қарайды, бірақ та именно білімнің бірнеше версиясын немесе бірнеше шаблондарын ғана жаттап алған. Ал бұл нәрсе білімді толық меңгеруге жатпайды. Білімді меңгеру үшін не істеу керек бізге? Толықтай соның логикасымен түсінуіміз керек. Яғни, каждый сызып отқан инструментіміз, каждый сызатын фибоначчиміз болсын, сол заттардың сызылған кезде не үшін ол сызылып жатыр дегенді. Просто қалай сызылу керек емес, не үшін сызылып жатыр деген сұраққа өзіміз жауап бере алатындай болған жағдайда біз не істейміз? Біліміміз жеткілікті, яғни мен білімнің барлығын толық білемін деп айта алуға сол кезде мүмкіндік пайда болады екен. Ал бұл пайда болмаған адамда қандай кері әсерлер пайда болады? Трейдингқа өзінің анализіне қаншалықты мына бағытқа барады деп айтып тұрса да, ішінде соған деген бір күдік, яғни сенімсіздік тұрады. Бұл сенімсіздік сіздің жаңағы ары қарай сол орындалып тұрған сделкаңыздың орындалмай қалуына, өзіңіз барады деп тұрған жерге сделкаға кіре алмай қалуыңызға себеп болатын бірде-бір нәрсе не? Осы жаңағы біліміңіздің жетіспеушілігінен пайда болған сенімсіздік. Жарайды, бұл сенімсіздікті қалай шешеміз? Бұл сенімсіздік уақыт өте келе көбірек практика жасау арқылы ғана шешілетін зат. Бұны тәжірибеңізбен, жаңағы графикке, күнделікті анализіңізбен, бастапқыда мүмкін демошоттармен кіру арқылы ары қарай уақыт өте келе практика жасау арқылы шешуге болады. Бірақ білімімізді шешіп алдық, осылай логикасын түсіндік кез келген инструменттің. Енді біліміміз толық деп айтқан кезде, одан кейінде де табысқа шыға алмай қалып жататын кездер өте көп кездеседі бізде, жалпы трейдерларда да, шәкірттерімізде де сондай кездер. Ал ол кезде білімді үйренгеннен кейін, біліміңіз толықтанғаннан кейін, өзіңізге сенімділік пайда болғаннан кейін, сізге пайда болатын бір кері әсерін тигізетін зат ол рискті шектен тыс асыру, риск сақтамау. Бұл ең басты фактор. Қазір көбі трейдерларымыз анализ үйренуден қиналмайды. Көбі трейдерларымыз неден қиналады? Анализ үйренгеннен кейін риск сақтау, былайша айтқан кезде өзінің нәпсісін, өзінің эмоциясын басқару деген нәрседен көбі трейдерларымыз қиналады. Осы себепті де бұл біздегі ең басты фактор болып есептелінеді жалпы. Бұл нәрсе бірінші қандай эмоциядан пайда болады жалпы? Риск сақтамау деген нәрсе. Тоже біздің өзіміздің асығыстығымыздан. Жалпы бұл трейдингта Қазақстанда қалыптастырып тастаған трейдинг оңай ақша табу, көп ақша табу жолы деп қалыптастырып тастаған қате түсіністіктен болып қалыптасқан зат бұл. Сол себепті де адамдар трейдингқа келгенде не істейді? Мен көбірек ақша тауып кетсем. Бірінші білімін үйреніп, эмоциясын тұрақталмай жатып, көбірек ақша тауып кетсем дейді. Ал көбірек ақша табу үшін не істеу керек? Көбірек риск қою керек болады. Осы себепті рискті бұзу, рискін сақтамау, үлкен рискқа бару деген нәрсенің негізгі шығу тегі қай жерден? Сіз көбірек пайда тапқым келеді деген көзқарастан. Әрине, бірақ трейдингқа келген мақсатымыз көбіміздің ақша табу, пайда табу. Бірақ та бұл нәрсені табу жолында нені ескеруіміз керек? Үйрену керекті процестерді бірінші үйренгеннен кейін ғана барып, сол ниетпен, жаңағы үлкен рисктармен может баруға деген, сол кезде ғана сізге берілетін мүмкіндік. Ал білімді үйренбей жатып, риск алу, үлкен пайда табуға ұмтылу, сол пайданы табу үшін үлкен риск алу деген нәрсе, ол сізді тек қана минусқа ғана жетелейтін болады. Сол себепті де біліміңіз жеткілікті болғаннан кейін келесі өзіңізге қоятын сұрақ: менің мақсатым, ниетім қандай? Көбірек ақша табу ма, риск алып, әлде рискті сақтап, тұрақты түрде ұзақ уақытқа жұмыс жасап, осыны мамандық ретінде алып қалып, ары қарай
сауда жасау ма? Өзіңізге осы сұрақты қоясыз. Осы сұрақтың шешімін өзіңізден, бұл менің айтып жатқан шаблондарым барлық адамға бірдей жұмыс жасайды деген нәрсе емес, бірақ осы мысалға, осы шаблонға сәйкестіре отырып, каждый трейдер өзіне сұрақ қойып, өзінде пайда болған эмоцияларды, өзінде пайда болған өзінің рискті жоғары алуына әсер етіп жатқан сол бір кері ниетті, кері эмоцияны анықтау керек. Сол анықтағаннан кейін барып, ары қарай сонымен жұмыс жасап, жаңағы риск деген нәрсеге тұрақты болуды үйренгеннен кейін барып не істейміз? Ары қарай табысқа қарай бір қадам жақындай түсетін боламыз. Яғни ең басты факторымыз не екен? Қысқаша айтатын болсақ, рискті міндетті түрде сақтау деген нәрсе трейдингта табысқа шығатын басты факторыңыз, басты, былайша айтқан кезде сізді табысқа жетелейтін жанармайыңыз болып табылады деген. Сол себепті біліміңіз толықталғаннан кейін риск сақтау деген нәрсені үйрену, сақтай алмай жатсаңыз, неліктен сақтай алмай жатқан себебіңізді анықтау деген нәрсе не болады? Өте маңызды болады екен. Осы сұрақ арқылы каждый адам өзіне қойып, өзіне болып жатқан, әр адамда әрқалай болуы мүмкін бұл. Бір адам может шынымен жаңағы айтқан ақша табуға асықпайды, бірақ та басқа да факторлар болуы мүмкін, рискті жоғары алып жатқан деген сияқты. Каждый адамға осындай жеке болғандықтан, әр адамда әрқалай болғандықтан, негізгі мысалына осылай жаңағы өздеріңізге сұрақ қойып, басты бұны айтқан мақсатымыз өздеріңіздегі сол рискті алуға себеп болып жатқан эмоцияны анықтау, өзіңізге нақты, көзіңіздің алдына көрінетін қылып шығару. И нақтылап анықтап алғаннан кейін оған әртүрлі проблеманың несіне қарай отырып, жұмыс жасау нелерін тоже тереңдетіп, зерттеп, ары қарай оны қайталамауға мүмкіндігіміз анықтағаннан кейін ғана пайда болады екен. Осылай анықтап алдық, біліміміз жеткілікті болды, эмоциямызды анықтап алдық, ешқандай эмоция жоқ. Бір рискпен, тұрақты рискпен жұмыс жасап жатырмыз, бірақ кей кездері болады, ол осы екі нәрсеге де кері әсерін тигізіп, бізді пайдаға шығармай жүретін. Жаңағы қысқашасы кейбір трейдерлар бар, прям эмоциясы, жаңағы рискі тұрақты, постоянно бір рискпен жасайды, сосын білімі толық жеткілікті, нарықты болжай алады, бірақ депозиті аса қатты плюсқа шықпай жататын трейдерлар болады. Оларға әсер ететін үшінші фактор бізде revenge trade деп аталады. Жаңағы минустардың артынан соны толтырып алам деп сауда жасау. Көп адамның бастапқы ортақ жасайтын қателіктері осы нәрсе. Тұрақты бір немен жасайды, бір рискпен жасайды, мысалға күніне 1%-пен жасаймын десе, сол 1% жасайды. Бірақ нарықта бізде білеміз, күнделікті ешқашан нарық не істейді? Бізге плюс сделка бере бермейді. Яғни бір күндері болады, чисто минуссыз 1%-дан тұрып 300 сделка минусқа кетесіз. 300 сделка минусқа кеткен кезде ол адам не істейді? Ол күнді аяқтай алмайды. Неге? Хотя бы мен мына жіберген минустарымның орнын толтырып алайын деген ой адамның миына автоматты түрде келеді. Өйткені ешкім жаңағы минустарын қабылдап не істейді? Трейдингта минус қабылдау деген нәрсе ең ауыр нәрсе. Жаңағы кеткен 300 сделканы қабылдап, сол күнді аяқтай алатын адам, ол нағыз трейдер болып есептеледі. Ал бірақ көбіміз не істейміз? Сол минустарымызды, сол күнгі кеткен минустарымызды сол күнге қалдырып, келесі күнгі мүмкіндікті іздеудің орнына сол күнгі минусымызды қалдыра алмай, қабылдай алмай, соның орнын толтыруым керек деген ниетпен істейміз. Сол күннің аяқталуына жақындағанда қайтарып аламыз деп қосымша тағы да сделка ашамыз. Басқа 300 сделкамыз минус кетті деген сөз бізде нарыққа сіз сол күні қандай сделка ашсаңыз да пайда таба алмайсыз, себебі сіз ол күнгі қозғалысты түсінбей жатырсыз дегеннің бірде-бір жаңағы көрсеткіші. Сол себепті кетіп қалған сделканың артынан плюсқа шығам, мен мынаны толтыруым керек деген мақсатпен сделка ашу бізде не істейді екен? Кері әсерін тигізетін, минусқа жіберетін жалпы үшінші себебі осы екен. Бұл нәрседен қалай шығамыз, шешімін қалай табамыз жалпы? Бірінші жасайтын нәрселеріңіз, рискіңіз тұрақты болғаннан кейін күніне жаңағы жасау керекті лимитіңізді, өзіңіздің шектеуіңізді нарыққа қою керексіз, өзіңіздің ережеңізді қою керексіз. Былайша айтқанда, мысалы менің өзімнен мысал алсақ, мен өзім нарықта күніне 2 сделка қатарынан стоп лосс болатын болса, мен ол күнде ешқандай сделка ашпаймын. Бұл былай болады, мысалға көп адамда бұның орындалмай қалатын себебі. Бастала салады, сессия басталады, Лондон басталып жатқан кезде бір стоп алады, артынан кіреді, 1 сағаттан кейін тағы бір стоп алады. 2 стоп алғаннан кейін күн басталмай жатып стоп лосс алып бастадық, қалған уақыты бізде әлі бар,
бірақ не істейміз? Қалған уақытында біз соны қайтарып алатындай үміт пайда болады. Өйткені әлі қаншама уақытымыз бар. Мен қазір мынаны қойып тастап кете салсам, мен минусымды, қалған уақытымды босқа өткізіп аламын. Қалған күннің басқа бөлігін деген не болады адамға? Ой қалыптасады. Осы ой бізге жаңағы минусымыздан кейін ноутбугымызды жауып тұрып кетуге, трейдингтің алдынан тұрып кетуге кедергі болатын, соның алдында байлап ұстап қалатын тек себеп не екен? Осы нәрсе екен жалпы. Осы себепті өздеріңізге шарт қойған кезде нарықтың кез келген уақытында, мүмкін басында болуы мүмкін, мүмкін ортасында, мүмкін соңында, кез келген уақытында стоп-лосс болдыңыз, өзіңіз 2 десеңіз 2 стоп-лосс, 3 десеңіз 3 стоп-лосс, өзіңіз қойған шектеуге жеттіңіз, кез келген уақытында нарықтың алдынан тұрып кете алатын, сол күнді аяқтай алатын дисциплинаны қалыптастыруымыз керек екен. Ал ол дисциплинаны қалай қалыптастырамыз? Ешкім сізге дисциплинаңыз мынау деп қалыптастырып бере салмайды. Әр адамның дисциплинасы өзінің шығаратын шешімдеріне байланысты қалыптасады. Өзіңізге шынайы болсаңыз, өзіңіздің айтқан заттарыңызға, өзіңіздің айтқан сөзіңізде тұра алатын адам болсаңыз, дисциплина қалыптастыру оңай болады. Әрине, сәл өзіңіздің айтқан сөзіңізден айтқан нәрсені басқаша жасап қоятын адам болсаңыз, бұл өзгермейтін нәрсе емес, бір қуанышты жаңалығы. Бұл уақыт өте келе мүмкін бірнеше қателіктермен басыңызға тиген кезде уақыт өте келе өзі өзгеретін нәрсе. Бастысы, сіз осы нәрсені анықтап біліп, не істеу керексіз? Осы анықтаған қателіктеріңізге қарай ниеттеніп әрекет жасау керексіз. Ал ол әрекетіңіз жасай салған моментінде может сразу сізге өзгеріп келе салмауы мүмкін. Бастысы анықтап, ниет етіп әрекет етсеңіз, әр адамның өзінің жаңағы нәпсісін басқару деген сияқты, өз-өзіне шынайылық деген сияқты, өзінің жеке өмірдегі дисциплинасы деген көптеген факторларға байланысты бұның нәтижесі әр адамға әрқалай уақытта, бір адамға бір аптада болса, бір адамға бір айдың ішінде, даже бір адамға 4-5 айдың ішінде өзінің осы жеке дисциплинасын қалыптастыруға жаңағы осындай уақыттар керек болуы мүмкін. Сол себепті басты білу керек нәрсеміз, егер де сіз именно осының барлығын білетін трейдер болатын болсаңыз, менің айтқан осы 3 режимнің 3-еуінде де сізде қателігін анықтап қойған болсаңыз, онда келесі сізге қалатын нәрсе тек осыған жаңағы ниетіңізді дұрыстап, кішкентайдан болсын әрекет жасай беру, ары қарай уақытпен күте білу, сабырлықпен. Ал мына жердегі айтқан заттарды әлі анықтамаған, өзіңізден әлі бұл сұрақтарды сұрап көрмеген трейдер болсаңыз, жасайтын затыңыз не екен? Өзіңізден сұрақ қойып, осы эмоцияңызға әсер етіп жатқан заттарды анықтап, бір-бірден асықпай реттілігімен түзетуге тырысып, соған ниетіңізді дұрыстап әрекет жасау екен. Ал трейдингта ешқандай гарантиялы, сен осы әрекетті жасасаң 10 күннен кейін саған мынандай гарантия беріледі деген ешқандай ондай гарантия болмайды. Ол беруде дұрыс емес, өйткені әр адамның жеке тұлға өзінің жеке қасиеттеріне байланысты уақыттары қалыптасатындықтан, бастысы ниеттеріңізді осылай түзесеңіздер, уақыт өте келе барлық адам осы нәрсені түзеп трейдер бола алатындығы анық. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Ары қарай осы сияқты пайдалы ақпаратты алғыларыңыз келсе, YouTube каналымызға тіркеліп қойыңыздар. Және де трейдинг жайында, инвестиция жайында қызығып ақпарат алып білім алғыңыз келетін болса, описание бөліміндегі Ризық Академиясының сілтемесі арқылы өтіп, Ризық Академиясының дайындаған курсын алуыңызға болады.